стоп. Болды көке. Болды ма? Болды ғой, осы ғой керек бізге көке. Ой, мынауың тез бітіп қалды ғой. Енді біз көке қысқа ғой, контент қойнау, реклама көке. Мейлі наса бопты айтыр өзі. Күшті болды бірақ көке. Бірақ деспен көке әртіс екенсіз. Енді құр жүрген жоқпыз. Тұрған сөз көке, кино болды ғой. Енді. Хитсіз ғой көке. Көке бір мәселе болып тұр. Келіс жұма тағы келейін деп тұрмын осының алдыңызға. Кел айналайын, кел. Тағы бір Ал осы, келіп тұр. Болды. Болды көке. Болды айналайын. Хитсіз бірақ көке. Хитсіз дем көке. Хитсіз деді ме, итсіз деді ме, не деді ме? Алыстаған сайын итсіз болып баратыр ғой жоты. Әйтеуір өсіп қатырып кетеді. Енді мен жетіскеннен жүрген жоқпын. 75-тен асып 80-ге жақындағаннан кейін қасыңда құрдасың әңгімелесетін адам қалмағаннан кейін өйстіп ішіпсіп көзіңе көрінген нәрсені істеп жүреді өкесін өзі. Ішіпсадай. Бір отырып әңгімелесейін десең ешкім жоқ. Балдармен әңгімелесейін десең қашан көрсең бір жаққа асығатта тұрады. Әңгімең басталып, аяқтына бітпей жатып, есіктен шығып кетеді. Кемпірмен отырып, бір шүйіркелесейін десең, оның құлағы естімейді. Қазіргі менің сөйлесетін достарым 3 жасар, 4 жасар немерелер болып қалды. Былапыттап бірден айтады. Мен соларды түсіріп қоямын. Мына байғұстың іш пісіп жүрау деді ма, балдардай ғайымдаған ғой. Өткенде бәрі жиналып кеп, ойбай әке 75-тен асып атыр екес, дүркіретіп, той жасап берейік дейді. Не аласыңдар тойды? Мен о тойға кімді шақырам, ешкім қалмады. Нау сендердің аман-есен жүргендерің болды маған той. Ой жоқ, халал той жасаймыз. Бұл халал деген сөз бар ғой, соң кездер бір менің ашуым кеп жүрай. Бұл халал деп көрінген нәрсені халал болып кетті бәрі. Көшеде кетіп барасаң халал монша деп қояды. Білмеймін бұл моншаға киіммен түсесің ба? Қай жері халал екен? Өткенде бір бала жетіп кетті. Ойбай ата жұмыртқа алыңыз, халал жұмыртқа дейді. Бұның қай жері халал? Неме жұмыртқан халал болатындай қоразың үстінде теппедің. Жоқ, тауығыңды әрет алып туды ма? Ай, бұл сөзді пайдаланатын жер болмайды, пайдаланмайтын жер болады. Ананы қарсаң халал, халал. Кейде ойлап қоям мен, сонда баяғыда бәріміз харам болғанбыз ба деймін да. Кейде қоярда қоймай халал той жасады. 100 адам шақыр. Шынымды айтайын, оның 90-ын танымадым мен. Той болат дейді. Бала шағаның бәрі жиналып, ойбай әке, 75 жасыңыз құтты болсын. Әке, туған күніңіз құтты болсын. Тойыңыз құтты болсын әке деп шешелеріне алтын тақты. Ойбай әке, туған күніңіз құтты болсын деп шешелеріне шуба кигізді. Мен тұрған бір шушыла. Мына байғыз ренжіп қалмасын дедім, әйтеуір бір шапан жапты әйтеуір. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз көке, денсаулықтарыңыз үйшілер бала-шаға бәрі аман-есен шауып-шапқылап жүріп жатсыз көке. Ой, асығыссың ғой, уәлейкум саламды айтып өлгер алмай отырып қой. Уақыт жоқ қой көке, уақыт жоқ. Не болып қалды? Тыныштық бар. Танымадыңыз ба не көке? Қай баласы? Ой, баяғыда Көшер деген досыңыздың баласын ғой, саттарым ғой көке. Ой, ана Көшердің шала туған баласысың ба? Көке, мен қосыл. Ой, атаңа қоқый, ой! Сені әл өліп қалады, мен өліп қалады деп жүрсек, жардай болсын ғой бе? Ой, сізі. Қалай, әкең қалай, шешең қалай, аман ба? Жақсы, аман есен көке. Өткенде тойға шақыртып келмедіңіздер ғой? Той істедіңдер? Әкем 75 жас тойын істеді ғой. Дұрыс. Сөйтіп анамды қажылыққа жібердік көке. Сені үйіңде де бір шушыла бар десейші? Ау. Дәріс балам, ауылда жайда жүрсің ба? Сол енді әкем айтты, ауылға бар деді, елге бар, үлкен кісілердің батасын алып қайт деді, қолдарын алып қайт деді көке. Бір дастарханын жайып бер деді. Міне, азамат деген осындай болу. Рахмет көке. Еркек адам мынау кіндік қаны тамған жерді ұмытпай,
Парызын өтеп жүру керек осылай. Міне азамат болды деген осы. Оның үстіне сайлау келе жатыр Құдай қаласа. Бізді ойлап қалды десем. Кім сайлайын деп атсыңдар бейін? Соян сайлауға осы ынтымақ партиясының атынан Тәттібай деген кісі түсіп жатыр көке. Тәттібай кім? Ол енді анау біздің өңірден емес, бірақ осы біздің учаскеге түседі көке. Бәсе танымадым ғой. Иә, сол енді Тәттібайды мақтап, мадақтап, адуынды ақсақалсыз ғой. Ел соңыңыздан ереді көке. Құрметті ауыл тұрғындары, осылай Тәттібайға дауыс берейік десеңіз болды. Видеоға түсіріп аламыз, алып кетеміз. Сенің есің дұрыс ба? Сен шылман шала туғанын мойындайын депсің, Не болды? Мен не деп мақтаймын? Не өзің көрмесем, не көзің көрмесем, не деп мақтаймын? Тым болмаса суретін әкеп көрсетсеңдерші маған. Ой, көке, танымасаңыз танысасыз ғой. Мынау елдің қамын жеп жүрген үлкен апталда азамат көке ол. Кім? Тәттібай. Елдің қамын жеп жатыр деп айтпай қойыңдаршы. Нанын жеді деп айта берсеңдерші ашығынан Ой, көке, қойыңыз сіз де енді. Мен танымайтын адам не деп мақтайсың? Көзің көрмесек, өзің көрмесек, елге жасаған жақсылығын көрмесек. Көке, Тәттібай балаңыз өзіңізге деп мен 100 000 теңге беріп жіберді көке. Маған беріп жіберді? Иә? Тәттібайың жақсы жігіт сияқты ғой? Айтып тұрмын ғой көке. Енді ол енді білмейміз ғой, енді көрмеген адамды мақтап. Не деп айтасың оны? Өзің көрмесің. Байқамай түсіп кетті көке, тұра берсін сол жерде. Байқап жүрсең де Болды. Жазып аламыз ба? Кімді мақтау керек? Ынтымақ партиясынан Тәттібай деген кісі. Жас. Хоп ағайын! Сайлау келе жатыр. Мен кеше мына түнімен отырып Тәттібай деген жігітпен шай іштім. Қандай білімді жігіт-ай. Біздің қазақта да бұндай білімді азаматтар бар екен деп мен таңғалып отырмын осы тұрған. Осындай білімді азаматтарымызды қолдамасақ, несіне ел болып жүрміз ағайын? Тәттібайдың қасынан табылып дауыс берейік. Рахмет, болды ғой. Бір Тәттібайды баяғыдан танисыз ба деп қалдым ғой көкес. Өйстіп келіп таныстырып тұрсаңдаршы, танып жүреміз ғой. Не аспаннан түскен құсап қаласыңдар, қалайсыз көке? Амансың ба кыз? Қазақша. Мен қазақпын, әнім қазақ, қаным қазақ. Мен қазақпын, жаным қазақ деген күйді алда қойсын, қиын ба сендерге? Ергі жүрім ба? Давай жақсы. Қалайсыз көке? Жақсыз ба, амансыз ба? Жап-жақсақ тұрғанбыз жақ. Мой қызым, еркек болмай қалған екесің, көкпарды ат-батымен қоса жұлып кететін. Ойбай, көке, еркек болмасақ та сол онша-мұнша еркек істей алмайтын істің бәрін істеп тындырып жүрген. Дұрыс. Қазағым, қаным, елім, жерім деп жүрген қазақ қыздарыңыздың бірімін, көке. Дұрыс айналайын, дұрыс болған екен. Сол енді сіз мені танымайсыз. Сізді мен танимын. Мені бәрі таниды, Сізді ел таниды. Соны сіздің өкшеңізді басып, ізіңізден ерген, қолыңызға су құйып жүрген Союзбек деген балаңыз бар емес пе? Қай, өзіміздің Союзбек па? Сол балаңыз Әділет деген партияның атынан сайлауға түсіп жатыр. Бәрекелді. Міне, осылар сайланса жарасады. Қандай іскер жігіт. Дұрыс қосылам мен, дұрыс. Соның енді шашбауын көтеріп жүрген адамдарымыз. Бәрекелді, дұрыс. Ауылда мен туралы білсе, осы сізді біледі деп айтты. Білем ғой мен. Союзбек көз алдымызда өсті ғой. Сол ғой. Соны көкем мен туралы біледі. Сізді деген мақтады. Ауылдағы аузы дуалы ақсақал, ақты ақ қарғыны қара деп ортасына әділдігін қағайып қоятын аузы дуалы ақсақал деді ғой. Соны енді мына Союзбек балаңыздың мақтап тұрып, көргеніңізді көргендей, ішкеніңізді ішкендей, жегеніңізді жегендей, мақтап видео түсірсеңіз болды. Жаңа біреуін мақтап жібердік қой енді. Оның ананы бір келсе мақтап, мынау бір келсе мақтап. Гүлден гүлге секіріп жүретін көбелек құсап енді біздің мына жасқа келгенде қылығымыз. Дұрыс. Ойбай, ана балаңыз ғой, көкегіме құрбыл бар ма? Ана жапқан шапаның болсын деді. Көп емес, бір 200 000 теңге. Жас. Өзіміздің баланы мақтамағанда кімді мақтаймыз? Ағайын, сайлау келе жатыр. Абайлап, аңдып сайламасақ,
Әркімге сене шаршадық ағайын. Міне, Сайызбек, бәрің танисыңдар. Қандай іскер жігіт. Ой, ана 5 жыл әкімшіліктің алдын тоздырып жүріп жасата алмаған көпірді кім жасап берді? Сайызбек жасап берді емес. Ауылыңның асфальтын жалтыратып бергенде Сайызбек. Ой, осындай іскер жігіттерімізді қолдамасақ несіне ел болып жүрміз ағайын. Ерім дейтін ел болмаса, елім дейтін ер қайдан шықсын? Сайызбекке дауыс берейік. Ой, рахмет. Болды көке. Ой, рахмет. Өзіміздің бала ғой енді. Сол ғой. Енді білесіз ғой көке. Ана қазақта баршы, бір бала былай басын көтерсе, 10 адам аяғынан тартады ғой. Бар енді бізде, бар. Соны балаңыздың аяғынан тартып, ауылға қатысы жоқ, ешкім танымайтын. Бір Тәттібай деген біреу шығып жатыр екен, ынтымақ деген партиядан. Жақсы бала емес, соны жамандау керек болып тұр. Ешкім танымайды көке, қатысы жоқ. Мен танимын оны. Жақсы емес. Жақсы бала. Жақсы емес. Жақсы дейін. Көке, оның қасында өзіңіздің Сайызбегіңіз ойбай-ау, өзіңіздің тәрбие ғой, қаным қазағым, елім, жерім деп қан жылап жүрген бала ғой. Айналайын, қызым. Сайлауың өтпей кетсе де көкірегіңді абайлашы айналайын. Алабайқыз тесілетін болды ғой. Сонша тоқпақтаған несі? Ай, көке, бұл құр сүйек қой. Сүйек болса да керек қой айналайын. Ай, бұл көкіректі отан үшін отқа тоспасам, арам үшін шоққа тоспасам, әлия мән шықса отан үшін бермесем, не қылам бұл сүйекті, не қылам? Дұрыс қой, айналайын, енді әлия мәншүк апаларың отан үшін отқа тосты ғой көкірегін енді. Сен мына тоқпағыңа мен оқ жетпей өліп кетесің, ау сен. Абайласайшы айналайын қызым, абайласайшы. Енді қызым бұлай әңгіме. Енді дұрыс енді мақтадық, ананы да мақтадық, мынаны да мақтадық. Мен енді мақтап жүре берейінші. Қайтеміз оны? Өзіміз саусақпен санайтындай ақ абазғандай халықпыз. Оны не деп жамандайсың ай? Несін жамандайсың? Одан да мақтайық, қолымыздан келсе Дұрыс көке. Ой, абайласаңшы, жерге түсіп қапты. Көріңізші, мен өзім сап қойдым, түгел ма? 300 мың ба көріңізші. Ойбай, бұл түскен сейін көбейіп батыр десейші. Қалай? Кімді жамандау керек деп? Тәттібай. Жас. Қабағайын! Сайлау келе жатыр. Ой, бұл жолы аңдып басып, абайлап сайламасақ қиын. Осы күнге дейін кімге сеніп, кімнің етегінен ұстамадық? Қайсысы біздің сенімізді ақтады? Мынау Тәттібай деген оңбаған қайдан келгені белгісіз. Не елім деп еңіремесе, жерім деп жері жүргемесе, ой, бұндайларды қайтамыз ауылдан аластату керек. Құрысын! Көке болды. Ақтайын дегенім ғой жаңағын. Ойбай, аяқ жағына өкіртіп, зар еңіретіп күй қойып қоям болды. Мейлі айналайын, сәлем айтайын. Ойбай, мына көкірегімізден айырылып қала жазадық қорсын. Одан бері тоқпақтан бұл. Ассалаумағалейкум. Алейкум сәлем. Ай, кімді жамандайын? Қойыңыз жаман. Қызып тұрған кезде ұрайын шетінен бәрі. Көке, мына көшенің басынан келедір. Ауылда көшеге адам шықпайтын болған міне. Бір адам шыққан жоқ қой көшеге. Адам көрген жоқпыз ғой. Мен саған ешекпін ба не? Тұрып қой адамбыз ба деп осы қырдың басында. Қалыңыз қалай көке, жақсысыз ба? Шүкір айналайын. Ауыл ел аман ба? Аман шүкір. Мен Дима деген ініңіз болам. Кім дейді? Блогермін. Дима деген блогер. DDD деген интернетте, мобил Инстаграм жүргізіп жатырмын. Дима. Қанша адам келдіңдер? Жалғыз өзім ғой, DDD. Атын сөйтіп қойған ба? Иә. Кекеш біреу қойған ау дейді. Тренд қойған сонда. Жалғыз жүрсің біздің ауылда. Мен сол үлкен кісі, как раз сіз сияқты үлкен кісі іздеп жүреді. Бір көмегіңіз керек болып тұр көке. Не көмек? Қазір мына не түсіріп жатырмыз Инстаграмға. Енді біздің неміздің бәрі осы жастарға үлгі болсын ғой. Дұрыс. Жастарға үлгі жасау керек қой қазір. Дұрыс. Жастар қазір үлкендерді сыйламайды. Автобуста отырса орын бермейді. Сол үшін біз қазір соларға көмектесетіндей қылып біз видео түсіреміз. Яғни қазір сіз ана сумканы көтеріп келе жатасыз да. Сонымен мен жүгіріп келемін де көке әкеңіз мен көтерейін деп көтеріп алып кетемін. Соны түсіреміз. Көмектескендей боласың. Көмектескендей бол. Сондайды көрсетпесек қазір жастар деген құтырып кетті ғой. Үлкендерді сыйламайды қазір. Автобуста телефон шұқиып отырады көрмеген.
Көргенсіздің баласы көрме. Немеге көрмейді олар. Солардың бәрі алып ұрсып осыны көрсетпесек жастармен құтырып кетті. Оған кімнің тәрбие беріп жатқанын Құдай білсін. Біз тәрбие бермегенде кім береді оған тәрбиені? Соның бәрін айтпасақ кім көрсетеді оны? Менің кінәм жоқ оған енді. Дұрыс қой, сіздің кінәңіз жоқ. Маған айтып жатқан жоқсың. Жоқ. Мен анау сол жастарды бар ғой көзіне шығып көрсетуіміз керек. Үлкендерді сыйлау керек қой. Әй, ол қазір деген құтырып кетті ғой жастар. Дұрыс. Өткенде пеш оқытты, үлкен қыз дәу сумен көтеріп кетіп барады, 2 жас телефон шығып кетіп барады. Соны су тәрбиелейді әке-шешесі жоқ па соның? Жоқ, біз тәрбиелеу керекпіз ғой соны. Жоқ, алда бір білесіз, кетеді ма соның, кетпейді ма оның? Жоқ, көке, сабыр қылың, сабыр. Ашуланбаңыз, көке. Давлениеңіз көтеріліп кетеді. Қоя беріңіз, жастарға мән бермеңіз. Главное, қатты ашуланып кетпеңіз. Оларды өзіміз тәрбиелейміз. Оның әке-шешесі тәрбиелемесе, өзіміз тәрбиелейміз, көке. Мен өзім лично қолға алып, оларды буындырамын мен, көке. Сабыр, көке. Сабыр сақтаңыз. Сен видеоға түсіруге келдің бе? Врач керек па? Шыныңды айтсаң. Сабыр, видео түсіреміз, Видеоңды түсіре берейікші құрсын әлі. Жастар білгені істей берсін. Көке, көп ашулана бермеңіз. Мақыл айналайын, мақыл. Давлениеңіз көтеріліп кетсе, қиын болып қалады ғой. Көке, анам, ұстаңыз да, ана жерден қазір мен сізді былай қыламын. Так, қай жер? Пересвет болмайтын жер. Мынаяқтан көрейінші. Мына жақтан шығасыз ғой сіз. Сіз мына жақтан шығасыз. Мына жерден келе жатасыз. Мен ана жақтан түсіріп кездесіп қаламыз. Түсіндіңіз ғой? Болды, айналайын. Бірден бастай береміз ба? Бастаймыз, көке. Алдын ала сөйлесіп бір бәле қылмаймыз. Тупой ғой. Бал көрім. Көке, мынаның жастар көретін болса бар ғой, жастар сізге ырза болады. Оны сіз боп, біз боп тәрбиелемесек, оны кім тәрбиелейді, көке? Әдемі келесіз. Түріңіздің бәрі жақсы. Бірақ, көке, ауырсың, қиналу керек қой. Қиналып көтерсеңізші, міне мынаны көтергеніміз. Қиналып көтерсеңізші. Қиналатындай мынауың ауыр емес қой, жеп-жегіл қайналайын. Саусақпен көтереміз ғой. Енді ойнау керек қой, кішкене көрсетуіңіз керек қой. Тастап қоймай шығар мен енді сізге боламын. Тастамасаң, қағазба бірдеңе салсайшы. Мен саған әрсемесін ғой, рөл ойлап беретін. Ауыр керек па, ауыр қып апкеңдер сөмкелерін. Біле ауырлатыңдар. Жақсы. Ай, көке. Қалай бейден сөйлесің? Мені, сап қойдың, көке. Дайсыз ба? Кет, көке. Бәрін екі, үш, ұрдық. Көке, әдемі. Бірақ енді екі қолмен жүрсек жаңағы мультфильмдегі бар мәле ұқсап келесіз ғой сіз. Сен бір жақта ауырлаттың ғой, ойлау. Екі жақты бірде ауырлатсың, мен саған әрсемесін ойлап беретін. Ай, көкем. Ал енді бол. Мені ауырлады енді. Саған қасіретті қара шалмын, бұл күнде қара шалмен санасарым. Жанымды жегідей жеп қарттарыма күн сайын қуат келіп аласарым. Он шатар немесе дау пәтеріңде, осында тастап кеттің әкелгенде. Сынаптай сыртын берсе, туған балаң тірідей өлген ғой. Бұл дүние деп жүріп, аферист болып кететін болды қақыр. Не болды? Жаңағына Тәттібайды мақта видео түсірбек, артынан жамандас жеріпсіз ғой. Мынау мен ба? Ой, көке, жаңа мақтаған видеоңызға Тәттібай ырза болып, өзіңізге бір әдем ақбозатын сыйлап жатыр еді да, көке. Ақбозат дейсің ба? Ол анам-мынау емес, бәйгеден оза шауып жүрген, өлген додада жүрген ат, көке. Жас.
бәсе. Ағайын! Мына Тәттібай деген білімді жігіт екен. Ай, осындай білім жігіт. Ой, көке, ан жақта Союзбек балаңыз салоннан сол жаңа машина дайындап жатыр еді ғой. Айналайын Союзбегім! Ел боп, халық боп, сенің артында тұрмыз. Тәттібай таудың етегінен 4 гектар жер деді ғой. Айналайын Тәттібай! Қаланың қақ ортасынан 5 бөлмелі үй. Пашол бол Тәттібай! Рахмет.